2021 жылы Netflix платформасына оңтүстік кореялық «Игра в кальмара» телесериалы шығады. Басты рөлдерді Ли Дон Дже, Кон Ю, Ли Бен Хён сияқты атақты актерлар сомдаған болатын. Бірінші маусымға $21 миллион жұмсалды. Орындаушы продюсер Хван До Хёк сериалдың негізгі идеясын өзінің жас кезіндегі қаржылық қиындықтары мен оңтүстік Кореядағы әлеуметтік теңсіздікке негіздеген. Бастапқы сценарий сонау 2008 жылы жазылған болатын. Премьерадан кейін алғашқы 4 аптада әлемнің 90 мемлекетінде 142 миллион адам көріп, Netflix тарихындағы ең танымал сериалға айналды. Сценарий бойынша қаржылық қиындықтарға тап болған 456 адам жасырын турнирға шақырту алады. Ойынды жеңген адам 45 миллиард вонға ие болады. Ұтылғандар бірден өмірмен қоштасады. Бірінші маусымда қатысушылар 6 ойын ойнайды. Қызыл жарық, жасыл жарық. Қатысушылар жүргізуші бұрылмай тұрып, алға жылжып сызықтан асып түсу керек. Қант ұялары. Әр ойыншыға қорап беріледі. Қораптың ішінде ине мен фигурасы бар қатырылған карамель болады. Ойыншылар фигураны иненің көмегімен сындырмай ажыратып алулары керек. Арқан тартыс. Ережесін түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Канбу ойыны. Әр ойыншыда 10 тас болады. 2 ойыншы кезекпен жүреді. Олар қарсыласының қолында жоқ немесе тақсан жасырылғанын анықтау керек. Шыны көпір. Ойыншылардың міндеті көпірдің соңына жету. Олар көпірдің 2 платформасын біреуін таңдап, алға жылжып отырады. 6-шы ойын кальмар ойыны. Ереже бойынша ойыншылар 2 командаға бөлінеді. Шабуыл және қорғаныс. Шабуылдаушы кальмар түріндегі аумаққа кіріп, кальмар басының формасын аяғымен басуы қажет. Ал қорғаныс оларды бұл аймақтан итеріп шығарулары керек. Сериалдың режиссері Хван До Хёк басты кейіпкердің оқиғасы 2009 жылы оңтүстік Кореяда болған Саньонг мотор жұмыскерлерінің ереуіліне негізделген дейді. Компания бір мезетте жұмыскерлерді 43%-ға қысқартқан. Сонымен қатар, ол оның нәсілдік кемсітушілікке қатысты жеке тәжірибесі пәкістандық мигрант Әлидің кейіпкерін қосу түрткі болғанын айтты. Сериал қоғамның кейбір жағымсыз жақтары, адамдардың ашкөздігі мен ақша үшін барлығына дайын екенін көрсеткісі келді. Мұндай ойын шынайы өмірде болды ма деген сұрақ туады. Желіде 86 жылы бункерде тұтқындалған адамдар тірі қалу үшін осыған ұқсас ойындар ойнаған деген ақпарат жүр. Көрсетілген суреттерде шын болғанына ұқсайды. Иә, суреттегі жер расында да болған, бірақ оның оқиғасы басқаша. Корея 1980 жыл. 30 жыл бұрын болған соғыстан ел енді есін жиып келе жатты. Алда 86 жылғы Азия ойындары мен 88 жылғы Сеулдағы Олимпиада ойындары күтіп тұрды. Үкімет өзін өркендеп келе жатқан беделді мемлекет ретінде көрсеткісі келді. 1981 жылы президент Чхон До Хван қайыр сұраумен күресу және үйсіздерді қорғау шараларын қолға алуды талап етті. Көп ұзамай қызметкерлер куәлік көрсете алмағандар мен жағдайы төмендердің барлығын жинап, ағайындар үйі деп аталатын орталыққа жеткізді. Мұнда жүздеген тұтқындар ұрып-соғу мен азаптауларға ұшырады және мұның бәрін ойын түрінде өткізген делінеді. Бұл теорияның болуы да осыдан болар. Ал енді 2-ші маусымға келейік. Арамызда көрмегендер болса, мұнда кішкене спойлерлау болады. 456 номерлі ойыншы Сон Ки Хун ойынды ұтқаннан кейін ұшаққа отырмай, 3 жылдан кейін адамдар жалдап рекрутерді іздей бастайды. Яғни ойынға шақырту таратушы. Бірақ та іздеген адамы Кихонға өзі келеді. Ол русская рулетка ойнауды сынады. Келісімін беріп, басты кейіпкердің жолы болып ойыннан тірі шығады. Ағасымен атыста тірі қалған детектив Хуан Чунхо ойындар өткен аралды іздеумен болады. Чунхо Кихонды тауып ойынның ұйымдастырушыларын бірге іздеуге кіріседі. Кихон ойынға шақыртушының қалтасынан табылған визитка арқылы іздестіруді бастап қақпанға түседі және ойынға қайта кіруге келісімін береді. Жаңа маусымдағы ойындарға қысқаша шолу жасайық. Бірінші ойын сол күйінде өзгеріссіз қалды. Яғни қызыл жарық, жасыл жарық. Үлкен робот кукла қызыл түс командасын бергенде снайперлар қозғалғандарды атып отырады. 6 аяқты пентатлон. Ойыншылар 5 адамнан тұратын командаға бөлініп, аяқтары бір-біріне байланады. Олар бірігіп шеңбер жолды соңына дейін өтулері қажет. Ойынның ішінде 5 мини ойын қосылған. Такчи ойыны. Бұл Чосон дәуірінен келе жатқан ойын. Ойынның мақсаты қарсыласының конвертін ұрып айналдыру керек. Бисок чиги. Ойыншыға қарапайым тас беріледі. Оның мақсаты сызықтан асып кетпей, жерге қойылған тасты қағып түсіру. Конги Нори ойыны.
Қатысушыға 5 кішкентай тас беріледі. Ойыншы бір тасты ауаға лақтырып, екіншісін алып үлгеру керек. Әр лақтырған сайын тастар саны көбейіп отырады. Соңында барлық тастарды ауаға лақтырып, қолдың сыртқы жағымен қағып алу керек. Ең соңында ауаға соңғы рет лақтырып, барлық тастарды жұдырығына жинау керек. Пхёнги ойыны. Қатысушы темір зырылдауықтың сыртын жіппен орап, бір шетінен тез тартып қалуы керек. Ойыншық жерге түскенде айналып тұруы қажет. Чеги-чаги. Бұл ойыншықтың ұқсас нұсқалары әр елде әртүрлі айтылады. Ойынның мақсаты чегиді жерге тигізбей 5 рет қағу керек. Үшінші артық. Дөңгелек формада орындалған ойын алаңы ортасында орналасқан платформа мен шетінде бөлмелерден тұрады. Барлық ойыншылар платформаға орналасады. Музыка қосылып, платформа айнала бастайды. Тоқтаған сәтте таблодан сан жанады. Санға сәйкес ойыншылар бөлініп 30 секунд ішінде бөлмеге кіріп үлгерулері қажет. Бөлмеде көрсетілген саннан артық немесе кем адам болса, ойыншылар өмірімен қоштасады. Жалпы екінші маусымның рейтингісі алғашқысына қарағанда төмендеу болды. Үшінші маусым осы жылдың жазында немесе күзінде шығады деп күтілуде. Айтпақшы, сериал мұнымен бітпейді. Барлығын айтпай-ақ қояйын, өздеріңіз көріп кейін комментарийге жазарсыздар. Ал менің бүгінге айтарым осы достар. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.